Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық ойын арқан тартыс. Сабағымыздың мақсаты ұлттық ойындар арқылы оқушының өз ұлтының әдет-ғұрпына, салт-дәстүріне деген қызығушылығын оятып, төл ойындар арқылы білім деңгейін көтеру. Ұлттық ойындарды кеңінен насихаттай отырып, оны бүгінгі күнге лайықты етіп, сабақта кеңінен қолдану. Ұлттық ойындармен оқушыларды күштілік, ептілік, жылдамдылық, икемділік қасиеттерін дамыту. Ұлттық ойындарды сабақта кеңінен қолдана отырып, тәрбиелік мақсатты орындауды көздеу. Сабағымыздың негізгі бөліміне көшпес бұрын дене қыздыру жаттығуын орындап алсақ. Сәлеметсіздер ме? Мен Жанбот Алдабергенова, фристайл акробатика спорт түрінен халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. Оқушылар видео орындау үшін физикалық денені жаттықтыру жаттығулары кешенін бастаймыз. Бұл жаттығуларды орындау үшін сіздерге арнайы спорттық құралдың қажеті жоқ. Біздің бірінші жаттығуымыз қолымызды белге қойып, алдыға, артқа, солға, оңға, ары қарай 4 рет солға айналдырамыз. 2, 3, 4. Енді қарама-қарсы оңға айналдырамыз 4 рет. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз саусақтарымызды айқастырып, білегімізді солға 4 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4 және оңға 1, 2, 3, 4. Енді ары қарай қолымызды ашып, шынтағымызды ішке қарай 4 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу бізге оңай болу үшін біріншіден мынаны жасап өтуіміз керек. 4 рет алдыға айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Дәл солай артқа. 1, 2, 3, 4. Дене қыздыру жаттығуын жасап болсақ, сабағымыздың негізгі бөліміне өтеміз. Арқан тартыс ойынды жазды күні көгалда ойнауға болады. Ойыншылардың саны 10 баладан көп болмағаны жөн. Ойындағы ұзындығы 8-10 метр, екі ұшы түйілген арқан қажет. Арқанның ортасына белгі ретінде қызыл мата байланады. Ойынға қатысушылар бойына қарай қатарға тұрады да, ойын жүргізушісінің тапсыруымен 1-2, 1-2 деп санап шығады. Содан кейін 2 дегендері жұп бір жаққа, 1 дегендері тақ екінші жаққа бөлінеді. Арқанның қызыл мата байланған жерін күні бұрын жерге сызылған белгі сызықтың үстіне дәл келтіреді. Ал ойыншылар арқанның белгісінен бастап ұшына дейін қос қолдап ұстап тартып тұрады. Арқанның бойына симағандары бір-бірінің беліне ұстауға болады. Ойын жүргізушісінің белгісі бойынша 2 топ арқанның 2 жағынан 2 жаққа тартады. Ойынның мақсаты қарсыластың топтың бір немесе бірнеше ойыншысын ортадағы сызықтан өткізіп, өз жағына тартып шығару. Арқан тарту ұлттық ойын. Арқан тартыс ойынының бір өзінде қаншама тәрбиелік мән бар. Оның пайдасы өте көп. Арқан тартыс ойыны адамдарды шымырлыққа, ептілікке үйретеді. Дененің қимыл қозғалысын ширатуда ешбір спорт түрінен кем түспейді. Сонымен бірге балалардың зердесін, дүние танымын кеңейтетін бірден-бір ойын. Қазақ халқында арқан тартыс Наурыз мейрамы кезінде жиі ойналатын ұлттық ойын түрінің бірі. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.